Қажымас қайрат, үлкен дарын, сарқылмас шабыт, мол парасатпен, шалқар ой, терең сезім иесі Мұхтар Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген. Шыққан руы Қожа. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар, араб, парсы, орта азиялық түрік әдебиетімен таныс болған. Өз заманында ұлы Абаймен сырлас, ауылдары іргелес, аралас, құралас тіршілік кешкен. Бала Мұхтардың атасы Әуез Құнанбайдың кіші әйелі Нұрғанымның туған інісі. Абайдың өлеңдерін зор ықыласпен тыңдап, қағаз бетіне түскен тың туындыларымен танысып, пікір алмасатын жақын адамдарының бірі болған. Мұхтардың бала кезінен Абай мұрасына қызығушылығын оятқан да осы атасы еді. Ескіше сауаты бар, араб, парсы, түрік әдебиетімен таныс Әуезді Абай Әуке аға, үлкен Қожа деп атаған. Мұхтар дүние есігін ашқанда Абай Әуезовтардың шаңырағына, шілдеханаға барған деген естеліктер бар. 11 жасында әкесі Омархан қайтыс болады. Осыдан кейін Мұхтар ауылдан қалаға немере ағасы Қасымбектің тәрбиесіне көшеді. Шаһарда оқу білім жолында біршама ұзақ сабыр басталады. 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хазірет медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 кластық орыс қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы классында оқып жүргенде Дауыл атты алғашқы шығармасын жазады. Училищені 1915 жылы аяқтап, Семей қалалық мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. 1923 жылы Мұхтар Әуезов Ленинград факультетінің филология факультетіне оқуға түседі. Еліміздегі ең атақты жоғары оқу орындарының бірінде сабақ алу, аса көрнекті ғалымдардың дәрістерін тыңдау оның білім өрісін ерекше өсіреді. Қазақтың заңғар жазушысы 20 жасында өзінің тұңғыш көлемді туындысы Еңлік кебекті жазады. Шекспирдің Ромео мен Джульетта туралы хикаясымен желес бұл пьеса күні бүгінге дейін қазақ сахнасынан түспей келеді. Еңлік кебек ең алғаш 1917 жылы Абайдың әйелі Әйгерімнің ауылында сахнаға қойылса, 1922 жылы Орынборда жеке кітап болып басылып шығады. Әуезовтың қаламнан 30-дан аса драмалық шығарма туды. Жеке пьесалардың нұсқаларын қосса 50-ден асып жығылады. Мұхтар Әуезов драматургиядағы жанрлық формалардың бәрін қамтыған. Трагедия, комедия, драма да бар. Қазақ жазушыларынан әрине Абайды сүйемін. Менің бала күнімнен ішкен асым, алған нәрімнің барлығы да Абайдан. Бұл Абай елінде туып жастайынан ақынның өсиеттерін құлағына сіңіріп өскен Мұхтар Әуезовтың сөзі. Бір жылы жазғытұрым өз әкем Абай кітабы келеді де, өзімді көп уақыт бір үлкен сыйлық беретініне дәмелендіріп жүріп, аяғында қар кетіп ақ шығып келе жатқанда сол кітапты әкелді. Абайдың өлеңдерін жақсы көрдім. Бәрін ұқпасам да ұйқастың өзі де қызығатындай әсер етеді. Бірақ әкем ылғи жаттатқанда қайдағы ұзақ қиын сөздерді беретін. Соның ішінде ат сынынан бастап Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген өлеңдерін жаттағанымды білемін, деп еске алған еді Әуезов. Әуезов Абайдай ұлт мақтанышын дүние жүзіне танытқан қаламы қарымды қаламгер. Әуезов өзінің роман эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетті. Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдың ең үздік шығармаларының бірі деген жоғары бағаға ие болды. Алайда Абай жолы оңай жазыла салған шығарма емес. Әуезов кесек туындыны дүниеге әкелу үшін талай мұрағатты ақтарып, қаншама адаммен сырласып, ұйқысыз түндер өткізді. Роман жарық көргеннен кейін де қайта-қайта қудаланып сынға ұшырады. Бірақ жазушы еш мойымады. Әуезовтің Абай жолы эпопеясын жазуға 30 жыл уақыт кетті. 19 жасынан Абай туралы жазуды ойға алып, 17 жыл үздіксіз ізденіп, 12 жыл ішінде жазып шықты. Әуезов алғашқыда 2 кітаптан тұратын Абай, одан кейін мұның жалғасы ретінде Абай жолы романы жазды. Осы 4 томнан тұратын Абай жолында
қазақ қоғамының алуан түрлі топтары кең қамтылып, сан қырлы тұтас галерея жасалды. Мұхтар Әуезов өмірінде 4 рет үйленген. 1917 жылы атастыру салты бойынша ағайын туыстың қалауымен 15 жастағы Райханмен отау құрады. 1918 жылы отбасында Мұғалима есімді қыз дүниеге келді. Әкесі қызына өмір бойы қамқорлық көрсетіп өткен. Бір жылдан кейін Шоқан есімді ұлдары туады, алайда ол ерте қайтыс болып кетеді. 1920 жылы Райхан 18 жасқа толғанда Мұхтар онымен ажырасады. Сүйікті қызын өзімен бірге алып кетеді. Кейін Мұхтар Абайдың ұлы Тұрағұлмен жақын достасып, оның қызына, яғни Абайдың немересі Камилаға үйленеді. Бірақ бұл некеде ұзаққа созылмайды. 1923 жылы Мұхтар Әуезов Ленинградта оқып жүргенде болашақ жары Валентина Николаевна Кузьминамен танысады. 2 жас оқу бітірген соң Ташкентке көшеді. Әуезов қаладағы Орта Азиялық университеттің аспирантурасына түседі. 1929 жылы Ерлі-Зайыптылардың Лейла есімді қызы, ал 1935 жылы Ернар есімді ұлдары дүние есігін ашады. 1937-38 репрессия жылдарынан кейін Мұхтар Әуезов Фатима Ғабитовамен бас қосады. Фатима Ғабитова Мұхтарға Мұрат есімді ұл сыйлайды. Мұхтар Әуезовтың балаларының ішінде қазір Мұрат Әуезовтың ғана көзі тірі. Ол бүгінде белгілі мәдениеттанушы ғалым, қоғам қайраткері. 1919 жылы мұғалімдік семинарияны ойдағыдай бітіріп, Семей губерниялық атқару комитетінде ұлттар бөлімінің меңгерушісі, онан соң төрағасы болып қызмет жасайды. Мұхтар Әуезов 1922 жылы Орынборда Қазақ орталық атқару комитетінде жауапты қызметте болды. Бұдан соң Ташкентке келіп қызметке орналасады, әрі Орта Азия мемлекеттік университетінде оқиды. Мұхтар Әуезовтың бірталай әңгімелері 1922-23 жылдарда Ташкент қаласында шығып тұрған Сана, Шолпан журналдарында басылған. Семей губерниялық атқару комитетінің шақыруымен Мұхтар Әуезов 1924 жылы еліне оралып, Қазақ педагогикалық техникумында сабақ береді. Ол осы жылы Орыс географиялық қоғамының Семей бөлімшесіне толық мүше болып өтеді. Көп ұзамай бөлімше төрағасының орынбасарлығына сайланады. Мұхтар Әуезов 1932-34 жылдарда Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтында, 1934 жылдан өмірінің соңына дейін Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қазақ әдебиетінен лекция оқыды. 1951-53 жылдарда Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университеті КСРО халықтар әдебиеті кафедрасының профессоры болды. Мұхтар Әуезов көптеген қоғамдық қызмет атқарды. Ол 2 рет Қазақ СССР жоғары советінің депутаты болып сайланды. Совет одағының бейбітшілік қорғау комитетінің мүшесі ретінде ол халықаралық конференцияларға қатысып, өзінің жалынды, шыншыл сөзімен жер жүзінде баянды бейбітшілік орнату, әлемдегі прогресшіл күштердің ынтымағын арттыру үшін қызыл ат салысты. Жазушыға Абай романы үшін КСРО мемлекеттік сыйлығы, ал 4 кітаптан тұратын Абай жолы роман эпопеясы үшін Лениндік сыйлық беріледі. Ол Қазақ СССР ғылым академиясының толық мүшесі болды. Ғылымды дамытудағы көп жылдық ұлан-ғайыр қызметі үшін ол Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген ғылыми қайраткері деген құрметті атақты иеленеді. Бүкіл саналы өмірі мен дарын қуатын, қайрат жігерін туған халқына, ұлы отанына қалтқысыз қызмет етуге арнаған, өзі өмір сүрген кезеңдегі социалистік реализм әдебиетін асыл шығармаларымен байытқан аса көрнекті жазушы, ғалым, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезов артына өшпес мұра қалдырды. Ол 1961 жылы 27 маусым күні Мәскеу қаласында қайтыс болды.